Вашему вниманию представляем спортсменку синего угла клетки. Спортсменке 38 лет, ее рост 155 сантиметров. В ее активе 11 побед, 4 поражения. Вес 52,2 килограмма. Стиль джиу-джитсу. From Brazil, Silvania Monteiro! В красном углу клетки ее визави. Спортсменке 21 год. Ее рост 163 сантиметра. В ее активе 5 побед, 1 поражение. Вес 52,2 килограмма. Стиль тайский бокс. Она чемпионка Лиги Октагон в минимальном весе. Из Кыргызстана Фарида Абдуева. Банк жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлөө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторларынын абоненттери үчүн. Формула боя 5 раундов по 5 минут. Ваш рефери Дауренбек Джакаев. Fighters, don't break the rules. Listen to me, okay? Good luck. Келі салмақ дәрежесі Фарида Абдуева өз титулын алғаш рет қорғайтын болады. Барлығы дайын. Дауренбек Жақаевтың рұқсатын алуға қалды. Стильдерін алып қарайтын болсақ, бір-біріне қарама-қайшы антагонист Фарида Абдуева. Муай-тай төл спорты, ал Монтейро джиу-джитсу. Джиу-джитсудан қара белбеу егер. Сондықтан кім қандай тактика ұстанатын шамамен өздеріңіз де пайымдап отырған боларсыздар. Сәл бойшаң. Абдуева әрине Фарида қазір қарсыласты өзінен алшақ ұстауға тырысады. Ол аяқ ұзындығын барынша қолданады әрине. Неспешно, по-хозяйски. Удар. Отвечает здесь Сильвания. Сильвания соңғы кездері толықтай джиу-джитсуға білек сыбана кірісіп кеткен адам. ММА-ден алыстаған, бірақ дәл осындай титулды айқас үшін ММА-ге қайта оралған жайы бар. Ең басты мақсат әрине қазір жақындау. Бір мәрте бізге көрсетіп қойды. Монтейро. Дистанция все удары наносит Фарида. Ара ашықтықты қадағалап отыр енді, шыны керек. Және осындай бір қауіпсіз шабуылдар жасаумен болады. Ең алдымен алыстан жасалған соққылар, тағы да клинч. Попытается, конечно же, перевести свою соперницу в партер. Сильвания. Бір аяқтан алды, көрейік. Бір ғана жеңілісі бар Абдуеваның, және бұл жеңіліс күресте болған. Бұны да ұмытпайық. Сондықтан қазір Абдуеваның күресі қаншалықты өсті деген сұраққа да жауап алатын боламыз. Джиу-джитсудан қара белбеу жақсы тек. Тізе қазір дөп дейді. Сонда да Монтейро алған бағытынан қайтпайды. От сетки очень здорово отличается Фарида Абдуева. Видели мы это в предыдущем поединке. Все участием против Аян Торсон.
өзі иә бір әдіс дайындап жатқандай қазір Абдуева. Клинч, конечно же, для нее это ее стихия. Иә. Ой, слонком. Көңілді иә тізеге аударып барып міне қазір дер кезінде салынған шынтақ. Тіпті клинчтен өзі бір ажыратып кетіп қалғысы да келмейді байқасаңдар Абдуева. Әзірше өзін өте жақсы сезінеді. Продолжает здесь прорабатывать свою соперницу. Фарида. Аяқтан бір іліп көрді Монтейра. Бірақ бұдан әзірше ештеңе шыққан жоқ. Оп-оңай бір айналдырды. Ал қазір қызық болады енді. Осы жерде Монтейра қалай қимылдайды. Шанс, да, шанс для Сильвани. Так или иначе. Хаугартты бұзып өтуге тырысады ма, әлде осы жерден соққы жаудыра береді ме? Бірде бір сантиметр кеңістік бермеуге тырысатыны анық әрине Абдуеваның. Здесь, конечно же, и меньше урона будет получать Сильвания, чем в стойке. Хаугарттан шығармай отыр әзірше. Монтейра Сильвания. Жақсы алып алған аяқты. Абдуева да айтарлықтай қауіп төндіріп жатқан жоқ. Да, гард пройти не может, только лишь контроль со стороны чемпионки мы с вами наблюдаем. Пытается встать колено. Иә, тым болмағанда дәл осы жерде ұстап қалу үшін. Кеңістік бермеуге тырысады. 9 секунд последний до окончания первого раунда тем временем. Әзірше партер өте сауатты Абдуева. Ең дұрыс шешім осы да шығар, аяққа тұру. Да, решила вернуться стойкой, так понимаю. Фарида. Сливание. Здесь только лишь дождаться, когда рефери поднимет. Ыстыра бастады раундтың соңына қарай. Эдл кик и... Өтті бүйірден соққа. Айтылып қояды. Нет, раунд завершился, кажется, да? Или все-таки поединок завершился? Непонятно. Қазір Монтейра жалғастыруға дайын. Кажется, все на этом. Да. Конгпен бірге болды ғой, а? Что это было? Завершился раунд, завершился поединок. Ну, вроде бы все причастные к этому поединку, все там. А Белограм был президента лиги, поэтому завершился поединок. Жекпе-жек аяқталды. Конгпен бірге аяқталды. Соңғы секундтарда бұндай қауіпті шабуыл жасайды деп күткен жоқпыз. Фарида Абдуева осылайша титулын алғаш рет қорғап шықты деуге болады. Құрметті көрермен, сәтті қорғап шықты. Бүгіннен бастап Абдуева 6-1 деген көрсеткіштің иегері. Данный поединок завершился на 4-й минуте 59-й секунде первого раунда. Нокаутом победу одержала и остается чемпионкой лиги «Октагон» в минимальном весе Фарида Абдуева!